Қайырлы күн, құрметті достар, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі тақырыбымыздың аты қирату тәсілі немесе қирату әдісі. Енді әскери өнерден бәріміз білеміз, егер де қорғанысты немесе бекіністі қиратпасақ, оның ішіндегі патшаға немесе оның ішіндегі адамдарға жету мүмкін емес. Сол себепті шахматта да бұл тәсіл бар. Біз қарсыластың аумағын немесе қорғанысын қиратуға тырысамыз. Ат h5 деп жеді. h5 деп жеді. Енді байқасаңыздар, піл қарсыластың аумағына қарап тұр. Екінші піл қарсыластың аумағына қарап тұр. Уәзір h5-тегі салбырап тұрған атқа шабуыл жасауға мүмкіндігі бар. Кеме f3 g3 деп өзінің әскеріне көмектесуге мүмкіндік бар. Сол себепті барлық 4 ойыншымыз қарсыластың аумағына қарап тұр. Енді қарсыластың бекінісін, қарсыластың қорғанысын бұзуға, қиратуға тырысайық. Шах. Сіздер енді бұрынғы видеоларды қарайтын болсаңыздар, h7-ге жиі осындай шабуыл жасалынады. Патша h7, патша h7, уәзір h5 шах, уәзір h5 шах, уәзір h5 шах, патша g8, патша g8. Енді қоршауды толығымен бұзайық. Піл g7 жейміз. Піл g7 жейміз. Егер де сіздер менің бұрынғы видеоларымды қарайтын болсаңыз, сол жерде Алехин Дрюит партиясына өте қатты ұқсап кетті. Ол жерде де тура осындай әлемнің чемпионы Александр Алехин тура осындай комбинацияны, осындай әдісті пайдаланады, қирату әдісін. Патша g7 жеді. Енді біз оған шах дейміз. Шах. Патша h7 бұрышқа тақалды. Енді қазақтың жақсы сөзі бар: жалғыз жүріп жол таппайсың. Жалғыз уәзір қаралардың бәрін жеңе алмайды. Сол себепті кемесін көмекке шақырады. Кеме f3, қарсылас e5 деп жүреді. Қарсылас e5 деп жүреді. Енді біз оған мынандай шах береміз. Кеме h3 шах дейміз. Және бұл уәзірмен және кеменің арасындағы батарея. Білеміз, я? Мынау пілмен уәзірдің арасындағы батарея. Енді қара уәзір жабылады. Қара уәзір жабылады. Біз жейміз. Жейміз. Қара патша кемені жейді. Енді әрбір әдіс таза күйінде жүзеге асырылмайды. Олардың өзара байланысы болады, өзара үйлесімділігі болады. Бұл жерде біз тағы да қарсыласқа шабуылды жалғастырамыз. Уәзір d7, уәзір d7. Екі соққы әдісі. Уәзір пілге шабуыл жасап тұр, және уәзір мына пілге шабуыл жасап тұр. Егер де мына піл қашатын болса, біз мына піл жек кетеміз. Мына піл қашатын болса, онда мына піл жек кетеміз. Сол себепті қирату тәсілінің екінші мысалы. Енді қалыптасқан жағдайға баға берейік. e3-тегі жауынгер мына пілге бөгет жасап тұр. Мына піл және мына кемеге кедергі жасап тұр. Сол себепті екі ойыншы ақ патшаны қоршауға немесе ақ патшаны қорғауға ешқандай септігі тиіп тұрған жоқ. Енді біз ақ патшаның қоршауын бұзуға тырысайық. Піл h2 шах, піл h2 шах, патша h2, патша h2. Енді ат g4 шах, ат g4 шах, патша g3, патша g3. Енді біз өзіміздің немізді жалғастырайық. Уәзір d6 шах, уәзір d6 шах, қарсылас жабылады. f4 деп жабылады. Енді біз деген білеміз, мына піл мен аттың арасында өзара байланыс бар, және бұл батарея деп айтуға болады. Енді уәзір мен аттың арасындағы батареяға көңіл бөлейік. Уәзір h6, уәзір h6. Енді біздің ең басты мақсатымыз уәзір мен h2-ге кіріп, ақ патшаның қоршауын бұзып, және оған мат қою. Сол себепті олар мына батареяны піл мен аттың арасындағы батареяны үзу үшін олар f5 деп жүреді. f5 деп жүреді. Енді біз оған шах дейміз.
шах. Патша Ж4 жейді. Патша Ж4 атты жейді. Көрдіңіздер ғой? Жалғыз патша серуенге шықты деуге болады. Жауынгермен шах. H5 шах. Патша Ж5. Патша Ж5 деп жүреді. Енді біз оған уәзір Ж3 шах дейміз. Уәзір Ж3 шах. Ол мына жауынгерді жейді. Патша H5 көрдіңіздер ғой? Біз деген қарап ақ патшаның қоршауын бұзып, оны сарайдан, бекіністен, қорғаныстан шығарып, қазір оның түбіне жетуге тырысамыз. Шах деп қоямыз. Шах. F5-тегі жауынгер мынаны жейді. Енді біз білеміз, жалғыз жүріп жол таппайсың. Сол себепті мына кемені іске қосу үшін патшаны Ж7-ге қоямыз. Патша Ж7. Патша Ж7. Біз қазір мына кемемен H8-ге жүріп, мат қойғымыз келеді. Сол себепті қарсылас мына кемесін мынаяққа бізге айырбастайды. Кеме F7 шах. Кеме F7 шах. Бұл мынаны жейміз. Ол бізді жейді. Енді біз білетініміз мына піл мына кемеге кедергі жасап тұр. Сол себепті бұл пілді біз деген D7-ге қоямыз. Өте үлкен мүмкіндігіміз бар. Қазір мына кемемен H8-ге барып, қарсыласқа мат қоюға тырысамыз. Егер де ол атпен E6-ға баратын болса, біз оны пілмен жеп қоямыз. Егер де ол деген атын F5-ке қойса, мына піл жеп қояды. Көрдіңіздер ғой? Мына піл ұйықтаватыр, және ешқандай көмегі жоқ. Ақ патшаның қоршауы, қорғанысы, бекінісі бәрі қирады. Сол себепті барлық мүмкіндіктер көреді. Олар бұлай уәзірге айналды, мысалы кемеге айналып, кедергі жасағысы келіп тұр. Біз оны бұлай жеп қоямыз. Егер де латын қосып шах дейтін болса, біз де бұл атты емін-еркін бұлай жейміз. Сол себепті басқа енді ақ патшаны қорғайтын ешкім қалмады. H8-дегі неден ешқандай көмек жоқ. Піл D2 және кеме H8 мынандай әп-әдемі сүйкімді. Қирату тақырыбын жалғастырамыз. Қалыптасқан жағдайға баға берейік. E6-дағы жауынгер пілге бөгет жасап тұр. Піл A8-дегі кемеге бөгет жасап тұр. Ал ақ патшаның жағдайы жақсы, жауынгерлері бірге, ойыншылар өте белсенді. Және мына H6-дағы жауынгер біздің ілініп тұрған жауынгерлердің қатарына кіреді. Ілініп тұрған жауынгерге біз деген өзіміздің шегемізді қадаймыз. Піл H6 және қара патшаның қоршауын қиратуға тырысамыз. Ол бізді жейді. Және біз өзіміздің уәзірімізді қарсыластың аумағына қағамыз. Шеге сияқты қағамыз. Егер де мысалы уәзір E7 деп жүретін болса, енді біз білеміз, атымыз іске қосылып тұр, уәзіріміз іске қосылып тұр, піліміз қарсыласқа қарап тұр, бәрі айбар. Енді осы жерге мүмкіндік бар болса, өзіміздің атымызды көмекке шақырамыз. Ат G5 деп жүреміз. Кеме, мысалы піл D7 деп жүретін болса, онда біз деген енді арғарай өзіміздің немізді жалғастырамыз. Ненің қоршауы бұзылып тұр, енді біз өзіміздің кемемізді бұлай көмекке шақырамыз. Кемені көмекке шақырамыз, мысалы олар бұлай жүреді. Енді біз деген мына кемені E4-ке шақырамыз. Емін-еркін ешқандай қиындық жоқ. Піл C6 және кемемізді H4-ке қоямыз. Егер де қарсылас атпен мына кемені жейтін болса, мысалы бұлай жейтін болса, онда уәзір H7 деп атпен уәзірдің арасындағы батареяның арқасында мат қоямыз. Сол себепті олар бізге шабуыл жасайды, және біз мынандай батарея. Атпен
уәзірдің арасындағы батарея және уәзір мен кеменің арасындағы батареяның арқасында қазір қарсыласқа мат қоюға барлық мүмкіндігіміз бар. Көрдіңіз бе? Біз қиратқанның салдарынан тағы да біздің піліміз қарап тұр, атымыз, уәзір, кеме барлығы іске қосылып тұр. Жалғыз жүріп жол таппайсың деген сөз. Және тағы да бір ескертетін жөн, комбинация жасау үшін белгілі бір талаптар жүзеге асырылуы тиіс. Егер де ол талаптар орындалмайтын болса, сіздер комбинацияны жүзеге асыра алмайсыздар. Осымен қирату тақырыбын аяқтадық. Лайк басқандарыңыз үшін рахмет. Қарап, бөлісіп, қазақ контентінің және қазақша мазмұнның көбеюіне көмектесіп жатқан адамдарға